Сәлем достар, эфирде шектеусіз мүмкіндіктер бағдарламасы және мен Асем. Бүгін мен қалай айнаға қарамай боянуға болатынын көрсетсем деп отырмын. Яғни, барлық қыз-келіншектер әдемі болып жүргіміз келеді, я? Кейбір бірақ көрмейтін қыздар мен бояна алмаймын өздігімнен деп жатады. Соларға көрсеткім келіп отыр қалай бояну керек екенін. Мен осыдан бірнеше ай бұрын орыс тілінде көрсетіп айтып өткен болатынмын. Енді орысша түсінбейтін, қазақ тілінде сөйлейтін құрбыларыма түсіндіріп көрсем деймін. Ендеше бастап көрейік. Бірінші туш жағып көрейік. Туш деген кірпікті үлкейтіп, ұзын қылып көрсетеді, я? Сол қолымызбен ақырындап кірпігіміздің ұшын тауып аламыз. Содан кейін оң қолымызға туштың кисточкасын ұстап, енді сол қолыңыздың қай жерде тұрғанын енді оң қолыңызбен сезесіз ғой. Соған апарып, түбінен бастап, ақырындап, енді көзіңізге тығып алмаңыз, байқап, ұзындығы бойынша кірпігіңізді көздің тұсынан бастап, жаңа қолыңыз тұрған жерге дейін ақырындап туштың кисточкасымен жүргіземіз. Бұл бірден болмауы мүмкін, енді бірден істей алмауыңыз мүмкін, жаға алмауыңыз мүмкін, бірақ уақыт өте келе қолыңыз үйренеді. Осылай сол жақтан бастап, мен мұрын жақтан бастаймын, сол жақтан сөйтіп ақырындап келесі кірпікті сөйтіп жақ шетіне дейін сол қолымды қозғалтып отырамын. Тушты да, оң қолымды да туш ұстаған қозғалтып отырамын, сөйтіп осылай кірпігімізді бояймыз. Сол жағында дәл солай, сол жақтан бастап ақырындап жылжып отырып, барлық кірпікті бояп шығамыз. Әр бояуды жаққаннан кейін влажный салфеткамен немесе любой шыт болсын бір нәрсеге қолымызды сүртіп отыруымыз керек, я? Неге ол? Өйткені қолымызға бояу жағылып қалған болса, біз оны бүкіл бетімізге жағып алуымыз мүмкін қолмен. Сондықтан қолымызды тазалап сүртіп тастағанымыз абзал. Кейін мынандай бізге құлақ тазалайтын таяқшалар керек, достар. Бұлар не керек? Бізге жаңағы тушты жаққаннан кейін мысалға көзіміздің жан жағын сүртіп шығылғанымыз дұрыс. Егерде бір жерге көздің бір тұсына туш жағылып қалған болса, оны кетіруіміз керек. Көздің айналасын бұлай таяқшамен сүртіп шыққаныңыз дұрыс. Таяқшаның мақтасын сулап алыңыз. Енді тен жағып көрейік, я? Мен мынандай жидкий тендермен, яғни сұйық тендерді қолданамын. Бұлар жаққанға ыңғайлы. Егерде сіз бір жерге тенді тигізбей кетсеңіз де, көзіңізді ашқан кезде өзі жағылып, әдемі болып түседі. Онда жағып көрейік. Көзімізді жұмамыз. Туштың кепкенін қадағалаңыздар. Өйткені туш кеппей қалса, кірпіктегі ол көздің астына жағылып қалады, я? Саусағымызбен, сол жақ қолдың саусағымен ақырындап көздің үстін тауып, кірпіктің үстіндегі тауып, сонымен ақырындап сызықша қылып жүргіземіз. Бұлай. Бір сызықша, оның артынан ақырындап екінші сызықша, осылай жүргіземіз. Сол жақ көзді бояйық. Жаңағыдай көзімізді жұмып, көзіміздің ақырындап сол қолмен өлшеп отырып, оң қолға теңді ұстап, сызықша қылып жүргіземіз. Бірінің астынан бірін, я? Байқау керек, шетіне шығып кетпейтіндей тырсу керек көздің. Тенді жағып алдық, енді карандашпен көзіміздің астын сызып көрейік, я? Ақырындап
көзіңіздің астын кішкене тартыңыз. Содан кейін жаңағы сол қолдың саусағымен көздің астындағы сызық бар ғой, кірпіктің үстінде тұратын көздің астындағы сызықты. Соны ақырындап сол қолымдың екінші саусағымен жүргізіп отырамыз. Артынан оң қолға карандашты ұстап, артынан жүргізіп отырамыз. Солай көздің астын сызамыз. Мен астын ғана сызамын. Кейбіреулер үстінде сызып жатады, домалатып отырып көзді бар жағынан сызып шығады. Бірақ мен астын ғана сызам. Енді тональный крем, яғни беттің түсін өзгертетін кремді жағайық. Бетімізге мынандай спонжды аламыз, оған кремді қысып аламыз, жағып аламыз. Содан кейін ақырында бетке әкеліп, жаңағы спонжбен жаға бастаймыз. Үлестіріп алып, одан кейін үйкелеп жағып шығамыз. Бәр жерде біркелкі болу керек. Бұл крем дегенде егерде бір жерде көп болып тұрып қалса, ол жеріңіз ұнамсыз әппақ болып қалады. Сондықтан сіңіріп отырып, бәр жерге бірдей жағып шығу абзал. Мұрынның үстіне, көздің астына ақырындап көзіңізге тиіп кетпесін. Кремді жағып болдық, енді помаданы жағамыз. Мен помада, яғни далап. Мен үстіңгі ерінен бастаймын. Жаңағыдай, алдында айтқандай, сол қолымның саусағын үстіңгі ерінімнің үстіне әкеліп, сызығы бар ғой, еріннің соған әкеп қойып, ақырындап оң қолмен оң қолға далап тұстап жүргізіп отырамын. Қасымызды бояп көрейік, қолымызбен қасымызды табамыз, сол қолымызбен. Содан кейін екі саусақты, яғни сол қолдың үлкен саусағымен, бірінші саусағымен екінші саусағын қастың екі жақ шетіне қойып, қасты примерно прямо қосылған ортасы бар ғой, содан біраз, мысалы, оң жақты бояғалы жатсаңыз, біраз оң жаққа қарай жүріп, примерно көздің үсті басталатын жерден бастап, жаңағы мен айтқандай екі жақ шетіне қастың саусағыңызды қойып отырып, ортасына карандашты қойып, бұлай ақырындап сызамыз. Байқаңыз, қасыңыз сізді шетіне шығып кетпеңіз, және сызып жатқан қасыңыз жұқа болып шығу керек, әдемі болып. Шетіне шығып кетсеңіз, ол сондай ұнамсыз қас болып қалады. Сол жақты сызайық. Сол жақ қасты бояған кезде оң жағын қалай боядыңыз, тура сондай бояуға тырысыңыз. Тура сол жерден бастап бояңыз. Жаңағыдай карандашты екі саусақтың ортасына қойып, ақырындап сызып шығыңыз. Міне, достар, мен бүгін боянып болдым. Әр бояуды жаққан сайын влажный салфеткамен қолыңызды тазалап сүртіп алып, одан кейін жаңағы құлақ тазалайтын таяқшаның шетін сулап алып, әр бояуды жаққан сайын шет-шетін сүртіп отыруды ұмытпағайсыздар. Ертең шет-шетіне жағылып қалып көшеге шығып кетсек, ұят болады. Міне, мен осындай бояуларды жағамын. Енді кейбіреулер жаңағы тональный крем деп жатырмыз, немесе опа жаққан кезде, крем жаққан кезде оның үстінен бетінің ұшына румяна жағып жатады. Енді неше түрлі бояулардың түстері көп. Бүгінгі менің бейнеролигім сіздерге пайдасын тигізеді деп үміттенем. Түсіндіре алған шығармын деп үміттенемін. Себебі енді кейбір нәрселерді өзің істей алғанмен айтып жеткізу өте қиын. Мен жеткізе алдым деп үміттенем. Мен сіздермен келесі жұмаға дейін қоштасамын. Лайк басып, пікір қалдырып, біздің арнаға жазылуды ұмытпағайсыздар. Пока!